Олармен сөйлестік, все, кездестік, бұл кісі айтты, жерге тиіспеймін, тек қана очертание жасаймын, отпашка жасаймын деп, сонымен қалдырды. И мына маңайда бұл кісілердің жерлері бар. Оны шештік, все, келісті, жігіттер бәрі довольны кетті деген сияқты. Бізде қазір мына немен кішкене бір проблема болыпты. Қазір мына біз Қытайдан көшкен ағайындар ол кетіп қойды. Олмен сөйлестік, мына тоже ол туралы айтты, потому что бізде скотопрогон. Бүкіл мына елдің малы, осы оң жақтағы мал. Былай барғанда как раз сол жолмен знактар қойылды. И трассаға барда шарам жүре ойымыз бар. Осы мына маңай бәрі жетпейді оны. Енді одан басқа мынау бізде анау саттың ар жағында, 17 гектар берілген. Там ТО называется. Төлеу дейтін жігіт, ол негізі Айыртаудан келген. Былтыр конкурсқа қатысып, оның алдында женщины же были. Оларда біз алып қойдық жерді оны. Екпет ол ештеме. Да, ештеме істеген жоқ. Енді бұл кісілер очередники были, енді бұл кісілер алды оны. Они там, олардың пландары бұл кісілер сияқты, олар картопе отырғызамыз дейді. Оларға мынау өзінің бұғой керек. Ертең аны поливной жасаймыз деп, потому что басқа жерден бізге керек жоқ. Бізге речка қарсы керек. Теперь у нас кроме этого, бізде план былай. Ендігі жылы алар жасса, мына Чагленканың өзінің углубление жасаймыз. Ол подрядчиктер болады, область болады. Негізі біз қағаздан дайындап қойғанбыз. 4 жерді үлкейтеді. 5 метр глубина, тереңдегі 50 метр несі, айрамшыға несі бар. И ұзындығы где-то 100-200 метрдей. Бәрін план жасап қойғанбыз. Енді анау кім нағашым тұрады ғой бота? Сонда негізі пляж жасаймыз. Пляж. Бізге жайылым керек, пляжға жоқ. Анда бізге пляж керек. Елге де кішкене демалатын жерлер керек. Жоқ, мына ел, халық жайылым неге айтып жатқаным, ертең анау кісі су алса... Жоқ, мен сізге айтайын, тұра тұрыңыз, халық жайылым сұрай алмайса сізге пляжыңыз не? Тұра, ертең мен айтып жатырмын, ертең сұрақ саласың, су азайып барады деп. Су онсыз да азаяды ғой. Азаяды енді қазір анау шұңқырларды жасаса су бізде көп болады енді. Ертең сонда сұрақ саласыңдар. Бізге мысалы халыққа жайылым енді тұра, оған келіп жатырмыз. Бәрі постепенно айтып жатырмын ғой бәрі енді. Енді міне былай. Вот эти 17 гектар, 17 гектар. Ол кісілер, қазір бір ол кісілер келіп, мана кімге саған келді ме? Иә, қойдым деді. Да, ол кісілер, якобы пришли, говорит, мы, наверное, отказываться будем. Олар келіп, маған мына кісі айтып жатыр. Наверное, біз алмай шығармыз оны. Мына ушу керек жоқ деп, оға мына кісі айтып жатыр. Оны кісіға шақырттық, осында кел. Не бар не өзін қағаздары бәрі бар қолында. Кәдімгі заң бойынша оформлен оны. Кеше кім болат алып берген қағаздары. Енді біз халықтың ұсынысымыз кеше айтқанбыз әкімге. Анау жаңағы 16 гектар жер бар ғой, 17 гектар. Соны ол кісі жерсіз қалдырмау емес, басқа жерден жер берсін жаңағы. Мысалы, жайылымы жоқ жері бар ғой. Соны айырбастап алсын басқа жерден. Ол енді үкіметтің шаруасы ғой өзі. Бізде нақты мұндай сұрақтар. Сыныс біздің. Мына ауылға бір 200 метрдей ғана, 300 метрдей ғана тұр. Бұл ауылдың арғы беттегі, яғни мына осы көшеден шығатын ең үлкен жайылыс арғы бетке шығатын. Оны берген кезде не болмаса, проектіге не болмаса, картаға қарамаған ба мен сол жағын. Бұл халықтың ең үлкен сұрағы сол. Мал шығуға ғана, Мал ар шығуға, жағында ар жайылым тұр жағында ғой, жайылыс малға. бар. Бұл жердегі- Нақтылы шығуға проход болмай тұр ғой. Ол по-любому түседі, ертең қалмай болады. Айғай түседі. Айғай шығады, сол үшін ғана ғой. Енді давайте мен түсіндірейін. Жер бергенде договор отырамыз ғой екі жақ. Жер алған кісі өкімет. Договорда әрине жазылады сол кісілерге малға свободный доступ болсын деп. Енді оны жоқ, онда бар. Енді көктемде әкім округі өткізеді сендермен сход. Сол кезде май қалай жерде жайлады, қалай өтеді. Соның бәрін сіздер өздеріңіз ақылдасып айтасыңдар. Сол кезде осындай ТОшкаларға айтасыңдар, қай жерде өткіземіз, қалай өткіземіз. Оларды шақыртасыз. Осындай мәселе сразу солай шешіледі. Бірақ біз жер бергенде, гипрозем істегенде құжаттарды, олар айта алмайды, осы жерде мал өтеді, осылай кесек деп, олар беремеді. Олар естесе, госакты бүкіл цельный цейді ғой, білесіз ғой өздері. А уже содан кейін сендер сотқа өткенде,
соттан сот арқылы шешім шығарасыңдар. Осы жерде мал өтетін жер болады деп. Көрдіңіз бе? Мынау мал өтетін жерде ешқандай знак ештеме жоқ қой. Ол мал өтетін негізі жер емес. Ар жағында егін бәрі. Бетінде просто Біз қазір арғы табында институтпен келісіп жатырмыз. Бізге анау неге бір өзендер бар, екі өзен бар. О жақта пока Онда біз келісіп жатырмыз, былтыр да келістік қой. Олармен келістік. Мадинаға айтқам, Мадина, халықты шылып жатқандаршы, мынау майды қалдырыңдаршы. Негізі. Соны шешкенбіз, былтыр да шештік спортта. Бәлен жылдан шешіп Енді бізде скотопрогон болғанда, мынау майды айтсақ, скотопрогон бізде былай қаратай. Скотопрогон. Анау жерлері, мынау былай қарата барсақ, сол жағынан ол астықтың жері, да? Они же не оформлены до конца, ничего нет. Нет, у них вообще они сеют. Вот с ними сейчас это кім айтып отыр, мана жігіт, я с ними судиться буду. Астық. Қытайдан келген ағайын. Олар анау жерді бұрын жерінде астық сеуіп жүрді. Сол жерде. Ол құжаттары жоқ, өздері өз бетінен кіріп жүр. Ну, агроном айтады, біз білгеніміз жоқ. Былай трактормен шығып кеттік шетінен. Ол былтыр олар сол сөзбен біраз су болды. Содан кейін олар жай егінді септіндер алып тастаңдар. Обал егінді нетуге. Олар былтыр жинап тастады. Енді биыл тағы да келді олар. Тағы да себеміз дейді. Бірақ қолында құжаттары жоқ. Сондықтан ол кісіде құжаттары бар. Ол енді жерде астық біз бәрібір бой бермейміз, бәрібір себеміз дейді олар. Пока сондай конфликт болып жатыр. Ну, соттасам десе өз еркілері. Бірақ мен сіздерге не айтайын деген, бізде аудан бойынша вообще... Мен бір ауыз сөз айтайын. Біз мына сіздің арзаны соң, әкімде халыққа деп, ауылымыз, бұл жерде халық бәрі малмен жамбағы бар. Сиырымызды жарайды, тамынға қосамыз. Енді бұзауымыз бар, қойымыз бар. Оны апаратын жер жоқ, төменгі жаққа мына кісілер табын келеді. Біздің мал жайы жүргізген қарсы. Бұрынғыдан көп есе шабылды. Үйдің іргесінде. Осы менен әкімшіліктің осы алаңында келген жер ұзақса өтірік айтайын. Білекістердің бәрі біледі. Сонда біздің мына мал жаятын жеріміз болмайды. Жауап берейін ол үшін. Ана ар жағында бос тұрған жер болған бұл. Біз келгеннен бері мен 2005 жылы келген бұл кісілер біледі. Сонда ана пойда бос болды. Былтырдан бері міне салынып жатыр. Былтыр салды, көрмесе бар. Бұзауымызға шейін қуып кетіп жатыр, қамады, күзетшісі бар. Бермейді, штрафтасы. Мен айттым міне, мына жерде жігіттер тұр. Сонымен айғайластық, апарып қамады. Мен айттым, сиырыңа штраф сал, қойға сал, жарайды. Бұзау үргенде біз қайда барып бағамыз. Қыста жем жеп таба алмайсың, халық жазда қайда табады. Қол ұстай алмайды. Сен күзетшің бар ма? Айдап, бер айда. Сен ана жерге барып қамап, 5 бұзауға штрафта болсын. Қызық. Мынауың адамгершілік болмайды деп айттым. Биылда сондай болатын болса, басқа айғай болады, басқа әңгіме болады, шыны керек. Солай ғой. Мал үшін малмен күн көрмейміз. Ешқандай біз өкімет ауыз ашып отырғанымыз жоқ. Дұрыс қой. Сол біздің айтатын. Ең бірінші ана манаға біз айтып жатқан жер, мен айттым ғой, ол Ербол Цой үкімді бұрынғы болған. Ол негізі жайлау жер емес, ол пашня. Оны олар қазір міне кімдермен ол солардың жерлері деп жатыр. Солардың жерлері, олар қазір кіммен договор совместный дейтін деген бар. Шартқа тұрып, олар қазір міне соларға жер беріп жатыр. Олар сеуіп жатыр. Одан басқа, мана айтып жатырмыз ғой, жылдан жылға мал көбейіп отыр бізде. Азайып жатқан жоқ. Көбіміз барып, неге поштаға барып, фонд финансовой поддержки тағы да мал алып жатыр кісілер. Тағы да міне жоқ, бәріміз мал бір жұманың ішінде обязательно бір-екі адам келеді. Біз мал алайын деп жатырмыз, тағы да міне залог бар, бәрі бар. Бізге өтініш беріңіздер. Анау жылы біз кішкене тоқтап қойдық оны. Жігіттер, қойындар. Біз енді каждыйымыз 50 шақты қара мал ұстап, 200 қой ұстасақ, жер қайдан табылады оған? Кішкене қойызу керек оны. Ол бір. Екінші, сол үшін біз айтып жатыр ғой, бұл мәселені шешу үшін бізге отгон жасау керек. Елден кісілер шығу керек, малшы шығу керек, отгонмен. Амантай өткен жылы бақты ғой мұнда. Сонда бақты ғой. Былай қаратай бақты. Сонда бәрімізді соған мал бердік қой. Бақты ғой. Олай біз шешпесек, бетін ашып айту керек оны. Түк те істей алмайын содан басқа. Мал жылдан жылда бәрібір көбейеді. Бізге елден шығу керек біреу. Бір жұмыс болады, табыс болады деген сияқты. Мен ол кезде білесіз, ана Қайрангөлге бақтым ғой. Білем ғой, қанша бақты. Еще сонда отгон жасайық. Енді бастамайсың ба сонымен тағы да?
Көп болса бір ақ табын береді, енді басқа табын қайда береді. Сосын немен бағасымен уже халықпен өздерінің шешесін. Анасын тыңда, ол андаған бәрі айтады ғой цифры. Табынға Факты дейді ат ғой. табылмайды. Кешіңіздер. Не, Жайылымка округ бойынша жайылым жер жетпейді 17 мың гектар. 17 мың, да. 17 мың гектар жетпейді. Это Шағала ауылында 8367 гектар жетпейді. Малдың санымен бойынша жаңағында, біз только ауылдың малын, сіздер қорада тұрған малдар жыл сайын сельский акимат опрос өткізеді ғой, қораға кірмейді, сіздерден сұрайды, қанша малың бар? Сол бас санағанда, соның өзінде Шағала ауылында 8 мың гектар жетпейді. Айдарлы ауылында 300 мың 800 жетпейді. Ескене жау 67 мың гектар жетпейді гектар. Ұялы 3 мың гектар жетпейді. Еңбек бірлік 794 гектар жетпейді. Біз оны қайдан аламыз? Жерді Малдың саны есептегенде. Біз октябрь кезінде, жоқ, ноябрь кезінде санағанда, и февральда қайдадан санадық, 20% өсіп кетті малдың басы. Өсіп кетті. Это біз еще ТО, КХ-ның бастарын малдан санамаймыз. Только ауылдың кісілердің малдан сан. И то сіздердің ауыздан айтқан сөзден, а былай қораға кіріп қанша бас санаған жоқпыз. Оны санасақ там вообще жер жетпейді. Біз көбінде не айтады ғой? Сонда бұл мәселе қалай шешілмей сонда? Жайылым мәселе. шешетін жолы бар ма бұл? Қазір поручение правительства бар, научный методқа қарау. Қазір Шоқан Валихан университет бізде. Олар 1 гектар алып, жайылым жер шөбі кетіп жатыр ғой, біраз мал жүріп. И специально шөбі отырғызып жатыр. Соған именно сол малдың жүрген, тез өсетін, тез көтерілетін сондай шөпті нетеміз дейді, шығарамыз дейді. Бірақ ол қалай болады? Ол бір жылда бітпейді ғой. Ну, бір жағынан закон о пастбищах деп шығарды ғой, заң бар о пастбищах. Анда көрсетілген что пастбище оборот, то есть мал бүкіл жерде жайылмасын, бір жерде бір уақытта жүрсін, келесі басқа жерде жүрсін деп солай схема жасайды. Но ол да жұмыс істемейді, потому что малдың өз несі бар ғой, как биологический особенность дейді ғой. Жылқы қойдан кейін жүрмейді. Сосын желге қарсы жүреді, водопой керек оған. Онда көп мәселелері бар. Но қазір олай бұлай қазір жер береміз, жер бәріне жетеді деп олай айта алмаймыз. Енді ауылдың маңындағы жерлерді қайтаратын жолдары бар ма? Қайтаратын жол, конечно, бар, біз жұмыс істеп жатырмыз. Вот даже сіздердің вот колледж бар ғой, университет. Соның өзінде жайылым жер ұстап тұр олар. Олар биыл обещали қайтаруға. Бірақ олардың жерлері не жақта, ана Айдарлы жақта. Қайтарамыз дейтін. Солай пока жұмыс істеп жатырмыз. Оның алдында айтады арқа жерінің несі, почти 3000 гектар біз неттік қой. Қайта үкіметке жібердік. Тартып алдық. Оның алдында қандай заң болған? Әр сельхозниктар енді егін себетіндер оның алдында болған. 5 жыл ма, 6 жыл ба? Бұлай айтылған. Если сен оны жайылым жер ұстап тұрсан, қармағында болса, если сен мал ұстамасан, мына жайылым жерді үкіметке қайтар, халыққа қайтар деген сөз. Сол үшін мынау кімде арқа жерінде қанша нетіп, біз неге мал ұстамайсыңдар, неге ұстап тұрсыңдар ол жерлерді, жайылым жерді неге ұстап тұрсыңдар? Сосын оны сол үшін тартып алдық, заң бойынша тартып алған ол нәрсе. Қазір міне институт, ана жылда айтты ғой, институтпен біз қазір. Талай қағаздар жібердік земельный инспекцияға. Сендер енді мал ұстамайсыңдар, институт, егін тек қана сендерде. Ана неге қайта жібермейсіңдер? Академия науққа анда жібердік қағаздарды, өтініштерді. Көрдіңіз бе, кісілер бар, которые олар айтады, ауылдың кісілеріне жер берсеңдер, ертең олар налог төлемейді, үкіметке ақша түспейді. Ертең ана жерді, жайылым жер ешкімді қарамайды. Жоқ, тоқтаңыз, мен айтып алайын. Жайылым жерді ешкімді қарамайды. Ертең ол былай қарады, жай мүй дала болып қалады, шөп өспейді. Бәрі жылқы бағады, онан кейін ешкімді көтермейді. Лучше ТО-ға берейік, СПК, ТО-ға берейік, олар шөпті көтереді. Бүкіл жерде бастайын малды ұстамайды. Көрдіңіз, солай айтады. Егін тұрма деп жатқан жоқпыз. Біз жер бұрынғы жеріңізге тиіспесеңдер болды. Бұл жерде жайылым жер берсін, бір тау алсын, біз соған жаяйық, біз соған тиістіп, бәрібір салып отырайық. Сондықтан қазір үкімет айтты ғой, заң бойынша СПК несінде ашыңдар, СПК.
СПК деген сельскохозяйственное предприятие дейді ғой. Бірақ сіздердің малдарын, ауылда өз атындағы малдарын, сол СПК ауыстыру керек. Оның атында болуға тиісті. СПК жылқышыны обязательно өз ақшасын төлейді зарплатаға. Бізде біреу болды ғой, оның түрмесі дейді. Көрдіңіз, ол ақша алып өз қалтасына салып. Нұржан бар ғой. Көрдіңіз, ол СПК қалтасына түсіріп алды ақшаларды. Бірақ СПК былай қарағанда ол жақсы нәрсе. Малда әкеледі, бұқаларды әкеледі, ол неге жаман емес? Наоборот, мал береді. Мана ғана кімге анақсыз звондап жатыр. Мана жер туралы айтып жатырмыз ғой. Азам бойынша Мен қатысты өгейге жерге барам, отказ жасаймын. Келдік айтпайды. енді енді қараңыз бауыр мынау ол кісі бүгін отказ берді ертең мына кісі барып барады сол жерге Оны есептелеміз. көрдіңіз ол любой уақытта сіз айтасыз ол жайлы жер емес ол егін болған мен оған отказ бере алмаймын Понимаешь, бізге, допустим, мынау жергілікті осындағы. Біз шешеміз, айтып отырмын ғой. Мына сырттан алған жерлері біз даже білмей қаламыз, өзіміз де білмей қаламыз. Кім алып жатқанын, кімге беріп жатқанын. беріп отырған мына кісілер Ол оформил кәдімгідей жүйесі қағазы. Бізде айтып отырмын, мынау сырттан малар бізге кірмей, ауданға барады, аудан бізге кірмей айтпай дейді. Малар да солай жерді алды ғой. басын ашып бірақ Манаға ол кісі кетіп қойды ғой. Алып алып, халықтағы. Біздің гаражға тұрып, 200 метр жерді Шамап кетті ғой, айтты ғой. мал бағасы. Сізге жамылып жүрген. Сонда олар кейбіреулер мысалы мал егін менен адамдарды қысап, мысалы өзі қарны тойып отырды. Мына қара қарақшы жан шығып. Жаңа колледждің институттың жерін алып, кәдімгі ауылдық жерге жаңағы кішкене өсетін әке. Көп жұрт шықты, еткізу керек. Халық үшін еткізу керек. Мына қазақты қинамау керек. Қазақ мына халық көтерді қиын болады. Ертеңгі тарақтарында жағылады, жеріңде өртенеді болады. Осы жағдайға түседі. Сондықтан сіздер еңбек ете аламыздар. Осыны немету керек. Ал енді сіздер қозғалмасаңыздар. Мен мына жігіттер айтайын деп жатырмын. Адвокат жалдайын. Заң бойынша адвокат жалдап, ақша шығарып, қанша ақша шығарады екен. Мынадан көтім бір ағаш. Ол заң бойынша шығарады. Заң бойынша. Бұлардың мысалы пай менен қанша адамда пайы бар. Артық та жер бар бұлардың. Сондықтан біз міне жағаспай жаң қалмайды. Біз осыған барайық. Сондықтан осы мәселе аудан өкіліміз әкімімізге айтыңыз жаңа келген. Осы жағдай болып жатыр. Халық осыны үлкен мәселе қойып жатыр. Мен сізге айтайын, Қанайби округ білесіз ғой, Қанайби ауылында. Анда ТО бар, Қанайби деген. Сіздер тоже пай берген, анда и жәрінде, и жұтқызы жер бар. Директорды шақырдық, айттық солай, бәрі мал ұстамайсың. Сен анау жайылым жерді кісілерге бер, крестьянское хозяйство бөлініп, өздері шықсын. Бұлар өздері жиналып, сонда ТО-дан 4 адам шықты. Бүкіл кісілердің жайылым жерін алып, бұлар бөлік шықты, отдельно КХ. Енді ауыз малдан сонда бәрі. А ТО только екі себеп өтті. Сразу айтты ТО, біз мал ұстай алмаймыз, оған базасын салу керек. Сіздер, если пай болса, ТО-ның ішінде, почему ТО-мен неге сөйлеспейсіздер? Жайылым жермен давайте бөлінейік. Бір представитель алсын, Арқасыққа беріп тағалғанда бірақ бөліп кетіп отыр. Мына кісілердің кейбіреуінде жер жоқ. Бұрын келген кісілерде жер жоқ. Жаңа келген кісілерде еш дерек жоқ. Ол адам пайда жер. Ол кейде ақша беріп, кейде жем береді. Бізге одан пайда да болып жатыр.